Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін ПТК арнасында тоғысқан тағдырлар бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада өздеріңіздің сүйікті кейіпкерлеріңіз таксист атымен танымал Олжас Баймахановқа келеміз. Яғни Олжас Баймахановтың жұмысына келдік. Триангл шиналарының Қазақстандағы ресми дистрибьюторы Сантайрес компаниясының қоймасына келдік. Олжас Баймаханов Қазақстан Республикасы атынан Дарвин премиясына үміткер. Бұл жетістігіне разы болмайтын ол, жолын ашу үшін талай тәуіптерге барған. Алайда ол барған тәуіптердің өздері күні бүгін өзіне ем іздеп әулие аралап жүр. Енді Олжас мырза, ПТК арнасынан сізді білет, барлығы жұмысыңызды осылай ауыстырып жатасыз. Енді осы қазіргі жұмысыңыз қалай? Өзіңіздің көңіліңізден шығып жатыр ма? Нормальный жұмыс. Жұмыс болсын, жұмыс қой енді. Алматыға келіп соған бола сол жүру керек па осыған? Қаншама жерден келіп қалмадыңдар ғой артында сендер осы бар емес пе ше? Кеше анау кішкентай складты өртеп алдым. Триангл шиналары туралы сұрауға келіп тұрсыңдар ғой да. Ішке барып, офисқа барып, бастықтардан өзінің официальный интервью беретін адамдар бар, соларға барып сұрасаңдаршы оны. Жақында келген адам ондай көп информация бермеймін енді, бірақ білгенімді айтып берейін қазір сендерге. Адамзаттың бәрінде болатын черная полоса бүгінгі кейіпкерімізде километрлерге созылып кеткен бір үзіндісін кейіпкер өз айтып берсін. Өткенде бір қызық жағдай болды. Осы жерде әңгіме айтып отырғанбыз, Ұлықбек бар, бәріміз теп болып жіберді машинаны. Сонымен өйстіп отырамын да, аяғым тайып кетеді да, короче. Бүйтіп кіріп кетемін ғой, короче. Сода шыға алмай жатырмын. Ұлықбек келіп, мына жерге шампунь құйды, фейри құйды, неше түрлі құйды, шығарамады общем. Спасательдер келді сонымен. Мына кесейін деп жатыр. Кеспесем никак шыға алмайсың деді. Сонымен айттым, жігіттер бұл триангл дөңгелектер ғой. Қоясыңдар ма? Бұны кескенше мен осы жерде өлейін дедім. Сосын денем шіріп түсіп сосын баллонды дальше жібере бересіңдер. Обал болады дедім. Сонымен амал жоқ, өйтіп амалдап зорға деп шығарып алды ғой. Қайттан шыға алмай қалдым ғой деймін мен. Походу тағы да шақырайын деп тұрсыңдар ғой, спасательдерше. Осына мені теп болып контейнерді кепкін қап кеткен ғой ішінде. Соны ауылға кіріп кетсем, ана бізде Ұлықбек деген дебил бар, осы қасында істейді бірге. Сол жауып жіберген. Содан площадкеге теп кетіп қалғанмын. Қытайдың границасынан ұстап алып, зорға аман қалдық қой. Қытайға кетіп қала сақтадық қой. Кең аузына сүйейін. История деген көп бұл жақта деген. Просто сендер түсірмей жүрсіңдер оны. Олжас Баймаханов қанша жерден жолы болмаса да, өзін ең бақытты адам санайды. Себебі ол еліміздегі ең үздік Сантайрес компаниясында жұмыс жасаймын дейді. Жұмыс осы, енді келіп мен қайта мазамды ала бермеңдер. Ана подписчиктеріңе де айт, оларға жырқ күлсе болды ғой. Отыра бермесін, өйтіп тірліктерін істесін. Мен де тірлігімді істейін. Өмірімді мал қылып жібердіңдер ғой сендер. Енді мына жаққа қашып келдік па десек, артына қуып келіп тұрсыңдар та. Давай, мазаны алмаңдар, жұмысыма кірсем.